Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақтың халық күнтізбесі. Бірінші тапсырма, оқылым тапсырмасы. Мәтінді түсініп оқы. Қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықта. Түркілер жыл мезгілін маусымға бөліп, күнтізбе ұғымын қалыптастырды. Қазақ күнтізбесі табиғат құбылыстарын бақылаудан туды. Халық табиғат құбылыстарын, күн мен түннің, жыл мезгілдерінің, жаз, қыс, күз, көктем ауысуын, айдың тууы мен батуын, айналып келуін, жұлдыздардың орналасу тәртібін, күннің ұзақтығын бақылады. Осы тәжірибені күн көрісіне, шаруашылығына пайдаланды. Қазақтар күнтізбе арқылы жайлауға көшудің, күзеуге, қыстауға қайтудың уақытын белгіледі. Оны мал шаруашылыққа, диқаншылыққа пайдаланды. Күнтізбені есептеп, егін екті, шөп шапты. Күн райын болжайтын жұлдызшылар болды. Олар қазақ күнтізбесінің есебін жүргізді. Әр мезгілдің қандай болатынын айтып, алдын ала жорамал жасады. Күн райын халыққа хабарлап отырды. Қазақтар ғаламшарды, жұлдыздарды жақсы таныды. Қазақ күнтізбесінде 12 айды бір жылға, 3 айды бір тоқсанға, 7 күнді бір аптаға, 1 күн мен 1 түнді бір тәулікке есептеді. Әр айға атау берді. Наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан. Байырғы қазақ күнтізбесінде жыл басы наурыздан басталған. Наурызда жаңа жыл, наурыз мейрамын тойлады. Қазақтар уақыт есебін мүшелеп жыл бойынша жүргізді. Әр жыл хайуан атымен тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз деп аталды. Байырғы заманнан өмір тәжірибесіне негізделген қазақ күнтізбесі бүгінге дейін қолданылуда. Бесінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Қою әріппен жазылған етістіктерді ортақ етіске айналды. Түркілер жыл мезгілін маусымға бөлді. Халық табиғат құбылыстарының айналып келуін бақылады. Осы тәжірибені халыққа таратты. Жұлдызшылар күнтізбе арқылы көшудің уақытын белгіледі. Берілген сөйлемдердегі қарамен жазылған бөлді, бақылады, таратты, белгіледі сөздерін ортақ етіске айналдырасыңдар. Бағалау парағы мәтінді түсініп оқиды, қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықтайды, 2 ұпай. Қою әріппен жазылған етістіктерді ортақ етіске айналдырады, 2 ұпай. Сауатты сөйлейді, жазады, 1 ұпай. Төртінші тапсырма, табиғат құбылыстарын бақылағаннан жинақталған тәжірибені қай кезде неге пайдаланады? Табиғат құбылыстарының алмасуы, тәжірибені пайдалану салалары, күн көріске. 6-шы тапсырма, қазақ күнтізбесіндегі уақыт айналымын жаз. 12 айдағы уақыт айналымын жаз. Бағалау парағы табиғат құбылыстары туралы жазады, 1 ұпай. Тәжірибені пайдалану салалар туралы жазады, 1 ұпай. Қазақ күнтізбесіндегі уақыт айналымы туралы жазады, 2 ұпай. Сауатты жазады, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.